критикалық ойлау қабілетін қазақ мектебінде көбінесе үйретпейді. Білім беру жүйемізде қаншалықты бағынсаң, соншалықты жақсы адамсың. Неге мораль, этикаға жауап беретін тек қана әйел адам? Патриархал жүйеде еркектер бұл сананың иесі болып табылады. Әйелдің рөлін бірнеше саты төмендеуіне. Исламизация ықпалын тигізді ма? Әйелдердің аяусыз бір жағдайға жетуіне діни көзқарас көптеп септігін тигізді. Бұл еркектер дүниесінде өмір сүру үшін сендер мені төмендетсеңдер де мен оған күліп қараймын. Күйеуінің таяғын жемеген қатын емес. Жанар Дұғалова, Камшат Жолдыбаева, Тәуекел Мүсілім, Луина сынды әншілер бір жаңа жұмыстарын шығарса, көрермен талайды. Денеміз қоғамның денесіне айналады. Неліктен секс тақырыбын қазақ тілінде талқылауға ыңғайсызданамыз? Соның кесірінен сен даладан білесің оны бар. Ұят дегеніміз фундаменті құмнан жасала салған бір нәрсе. Өйткені сәл тартсаң, құлап қалады. Армысыздар, құрметті көрермен. Шыны керек немесе если честно бағдарламасының жаңа санына қош келдіңіз. Менің есімім Тимур Балымбетов. Ал бүгінгі менің қонағым Сулейман Демирел университетінің профессоры, өнертану докторы, кино және медиа зерттеуші Молдияр Ергебеков. Қош келдіңіз, Молдияр. Қош көрдік. Және де бүгін бізді осы сіздің кітапханаңызға шақырғаныңыз үшін рахмет. Өте керемет жер, кітаптарыңыз өте көп екен. Ғылыми салада жұмыс істейтін адам екеніңіз біліп тұр бірден. Мына екінші қабырғада да өте көп кітаптар, оны көрермен көре алмайды, бірақ соны айта кетейін. Кітап көп. Қалайсыз? Қалыңыз қалай? Жақсы, Құдайға шүкір. Аман есенбіз. Керемет. Молдияр, мен негізі естуімше сіз өзіңіз оңтүстіктенсіз. Иә. Шымкент қаласынан. Шымкент қаласы емес. Шымкент оңтүстік Қазақстан облысы Төле би ауданынан. Төле би ауданынан. Негізі оңтүстіктің жігіттері, негізі оңтүстіктің менталитеті өте консервативті болады. Сіз болсаңыз либерал тұлғасыз деп айтсам қателеспейтін шығармын. Ол қалай қалыптасты? Қалай өзгердіңіз? Негізінде Шымкент жайында айтылатын көптеген ойлар негізінде стереотип. Яғни әрине бәлкім басқа облыстарға қарағанда бір консерватив көзқарастар бар шығар. Бар да, яғни расында да. Мысал үшін жаңағы алып қашу оқиғалары мысал үшін ең көп жиі Шымкентте болады деген сияқты. Осы оқиғаларға қарай отырып, Шымкенттің бір консерватив бір қоғам екендігін, яғни дәстүрге жақын қоғам екендігін айтуға болады. Бірақ десек те, мына нәрсені ұмытпауымыз керек, Шымкент сонымен қатар мынау айнала төңірегіндегі қалалары арқылы, жаңағы Сайрам, Түркістан деген сияқты қалалары арқылы қашанда бір урбан мәдениетті, яғни қазақтардың урбан мәдениетін, қалалық мәдениетін қалыптастырған бір мәдениет. Алғаш рет, мысал үшін, тырнақша ішінде ұятсыз әңгімелерді жазатын газеттер, басылымдар да мысал үшін Шымкентте шықты. Яғни, бұлай қарайсаң, бір дәстүрлі бір қоғам сияқты, әйелдері орамал тартады, еркектері өте әдепті, деген сияқты бір не бар ғой, қалыптасып қалған бір стереотип көзқарастар, бірақ сонымен қатар бұл жағы да бар да. Алғашқы, мысал үшін сізге даже айтайын, сіз музыкамен айналысасыз ғой. Ең алғашқы мынау тәуелсіз музыканттар да Шымкенттен шықты. Кімдерді айтып отырсыз? Тәуелсіз деген кезде нені айтып отырмын? Советтер одағы кезінде музыкада мемлекеттік құрылымға тәуелді еді. Мысал үшін Гүлдер ансамблі қазақ концертке тәуелді еді деген сияқты. Жұмыс орның болу керек, ал ол жұмыс орындардың барлығы мемлекеттік жұмыс орындар. Мемлекеттік, ол жерден сәл айлық аласың. Ал алғаш рет жаңағы бұл музыканы бизнеске айналдырған Дәрбаевтар деген отбасылық ансамблі. Есіңізде ме? Мен білемін, әрине. Кассетте тыңдайтын едік біз бала кезімізде. 90 жылдарда шықты. Сендерге әрдайым орны бар, ақ отау төреме қолыңдар, ақ тілек батамыз мінеки.
жаңағы алғаш рет олардың әндері әлі күнге дейін айтылады. Иә. Мынау өткенде тыңдап қалдым, жаңаша бір неде өңделіп айтылыпты. Бірақ алғаш рет жаңағы бұл музыканы бизнеске айналдырғанда сол шымкенттіктер еді. Олай болатын болса, Шымкент деген кезде біз біраз белгілі бір стереотиппен емес, яғни қалай деп айтсам болады, жаңағы әртүрлі мәдениеттердің тоғысқан жері деп қараған жөн деп ойлаймын. Сондықтан да болар, бір феминист бір еркекпін, шымкенттікпін, Алматыда тұрамын. Бізде, негізінде мәдениет деген кезде бізде көбінесе мынау бір қалыптасып қалған бір нелерді ойластырамыз ғой. Негізінде мәдениет, егер ғылыми тұрғыдан зерттеп қарайтын болсаңыз, мәдениеттің 160-тан астам анықтамасы бар. И бұл анықтамалардың ең жаңағы несі, ортақ жері мынау, жаңағы мәдениет қашанда өзгеріске ие феномен. Яғни мәдениет үнемі өзгеріп отыратын, ешқашан жаңағы алғаш кезде туғанындай болып қала алмайтын, және тіпті былай дейді, жаңағы мәдениет мәдениетке екі қабат дейді. Яғни мәдениеттен шығатын нәрсе тек қана жаңа бір мәдениет. И мәдениеттер бір-бірлеріменен өте көп не қылады, тығыз қарым-қатынас жасайды. Бұл тығыздық әрине кейде бұл екеуінің араласып кетуі кейде өте жылдам болуы мүмкін, кейде өте баяу болуы мүмкін, бірақ нәтижеде бұл екеуі міндетті түрде араласады деген сөз. Алмасу бар дейсіз ғой. Иә. Сондықтан да жаңағы мәдениет деген кезде осы ерекшелігін үнемі есте сақтауымыз керек деп ойлаймын. Керемет, рахмет. Сіз негізі Түркияда оқыдыңыз, иә? Бакалавриатты осы Қазақстанда бітіріп, кейін Түркияға кеттіңіз. Жаңағында өзіңіз айтып кеттіңіз маған кадрдың сыртында Түркияда 10 жыл бойы оқыдыңыз. 10 жыл бойы оқыдым. Не оқыдыңыз 10 жыл бойы? Негізінде Түркияда магистратураға бардым. Менің Қазақстандағы алған білімім журналистика еді. Сондықтан да Түркияда Анкара университеті коммуникация факультетінің радио, теледидар, кино деген бөліміне түстім. Магистратураға ол жерде 3 жыл магистратура оқыдым. Қай профильмен? Үшеуінде, радио, телевидение, кино. Негізінде Түркиядағы білімнің бір ерекшелігі ұзақ оқытуы. Бұл бір жағынан өте жақсы деп ойлаймын, өйткені өте сіңдіре оқисың. Асықпай магистратура, мысалы үшін 3 жыл. Негізінде 2 жыл, бірақ мен жақсы оқымағаным үшін 3 жылға создым. 3 жылға созуға дейір хақым бар. Сондықтан да жаңағы магистратурамды 3 жылда бітірдім. Арғарата 4 жылдық докторантура. Бірақ 6 жылға созуға хақыңыз бар. Мен 6 жылға создым, бірақ күтпеген жағдайлар болып қалды да, ол 7 жылға ұзап кетті. Маған бірақ ең қатты әсер еткен нәрсе, сол 2000 жылдары Түркияда басы оралманмен тартқан қыздар университетке кіре алмайтын. Яғни заң бар тұғын. Кәдімгідей мемлекет, жаңағы зайырлы мемлекет, сол үшін де орамал тартқан қыздар университетке, мемлекеттік мекемелерге кіре алмайды. Бірақ ол деген бостандықтың шектелуі ғой. Иә. Өте сондай парадоксал және абсурд бір заң еді бұл. Өйткені қоғамына қарайсың, қоғамында орамал тартатын әйелдер де бар, бірақ жаңағы мемлекет сондай заң шығарып қойған. И нәтижесінде бұл орамал тартатын әйелдер университетке кіре алмайтын. Университет өте үлкен кампус. Кампусқа кіретін кезде олар орамалдарының үстінен парик тағып алады, киіп алатын. Бұл өте аянышты жағдай еді, өйткені парик киген кезде астынан жаңағы орамалдың үстінен парик киген кезде өте жаман көрінетін. Бұл сұлулық кетеді, эстетика жоқ. Және сен қалайша өзіңнің азаматыңды осындай қорлай аласың, мемлекет ретінде. Олар кампустан кірген кезде солай кіреді, бірақ біздің факультеттің есігін ашып кірген сәттен бастап париктерін алып орамалдармен жүретін. Өйткені біздің факультетіміз өте еркін еді. Яғни барлық көзқарасқа, барлық өмір сүру салтына және адам құқықтарына құрметі бар еді. Бізге мен сол факультетте
осы нәрсені үйрендім және осы нәрсені көрдім. Сіз қазір енді талай жыл өтті, ол кезден бері сіз өзіңіз студенттермен жұмыс істейсіз, профессор ретінде, курстарыңыз бар, оқитын. Мен бір лекцияңызға қатыстым, маған өте қатты ұнады, өте қатты көңілімнен шықты. Мен сізден сұрайын деген, бүгінгі біздің заманауи қазақстандық жастарымыз сіздің ойыңызша қандай, қалай сипаттай аласыз біздің студенттерімізді бүгінгі? Негізінде өте әрқилы. Әрқилы болуының себебі елімізде өкінішке орай әрқилы білім береміз. Мысал үшін мен өз басым бір мемлекеттің балаларын алалауына қарсымын. Яғни бір мемлекет деген нәрсе, бұл егер қоғамдық бір институт болатын болса, әрқайсымыз сол мемлекетті құрастырған компоненттер болатын болса, бұл мемлекет ешқайсымызды алаламауы тиіс. Ал бірақ мемлекет, мысалы үшін жаңағы Назарбаев зияткерлік мектебі сияқты мектептер ашып, ол жерге ең жақсы оқитын балдардың бәрін жинап, оларға өте жақсы білім беріп, ал қалған мемлекеттік мектептерге орташа білім беретін болса, онша көңіл бөлмейтін болса, бұл алалаушылықтың көкесі. Бізде алалаушылық сол советтер кезінен бастау алды. Жаутыков атындағы физмат мектебін білесіз. Ол да негізінен алалаушылық. Неліктен өте жақсы білімді балалар, яғни міндетті түрде арнайы мектептерде оқытылуы тиіс. Неліктен негізінде балалардағы ол қабілетті ояндырмауымыз керек. Басқа балаларда? Иә, басқа балалардағы қабілеттерді неліктен ояндырмауымыз керек. Оянған балаларды неліктен жинап алып, бір мектепте арнайы жаңағы дарынды балаларды жинап алып, арнайы мектептерде білім беруіміз керек. Бұл менің ойымша өте үлкен проблема. Бұның орнына мемлекет мектептерді алаламай, бәріне бірдей қарап, бірдей білім және бірдей жағдай жасауы тиіс. Біздегі менің ойымша ең үлкен проблемаларымыздың бірі осы. Сондықтан да жаңағы жастарды менен үнемі тікелей араласатын адам ретінде ең көп көретін нәрсем де осы. Сондықтан да мысалы үшін жаңағы бір еліміздегі алғашқы бестікке кіретін университеттер бар ғой. Мысалы үшін Нұр-Сұлтандағы Назарбаев университетіне барсаңыз, ол жердегі студенттері өте әлдеқайда басқаша, өйткені олар ең жақсы мектептерді бітіріп, еліміздегі ең жақсы университетке, ең бай университетке барып, ең керемет білім алады. Студенттік элита олар. Иә. Оларменен сөйлесудің жаңағы ләззаты басқаша. Сонан соң келесің, жаңағы бір мемлекеттік университетке барасың, ол жердегі студенттерменен сөйлесу тіпті басқаша. Олардың жаңағы дүние танымы біраз басқашалау. Ал енді провинциядағы университеттерге қарайтын болсаңыз, өте. Бұның жаңағы себебі мемлекеттің балаларды, яғни өзінің азаматтарын алалауы деп білемін. Өйткені Америкаға барсаңыз, яғни қай университетке барсаңыз да, мен өзім Ютада бір жыл тұрдым. Юта дегеніміз бұл провинция. Яғни окей бір штат, окей жаңағы бай бір штат десек те провинция. Бірақ сол Ютаның өзінде жаңағы Вашингтон DC-дағы немесе Нью-Йорктағы немесе жаңағы Калифорниядағы университеттерден қалыспайтын білім береді. Өте жақсы білім береді. Неліктен? Өйткені бір алалаушылық жоқ. Яғни білім өте еркін. Яғни еркін білім беру салтын жақтайды. Жағдай осындай. Жаңа мектеп туралы айтып кеттіңіз, мен ойыма түскені өзімнің бір жеке өмірімде болған оқиға, өзіммен болған оқиға. Мені ата-анам бірінші сыныпқа жібергенде, мектепке жібергенде орыс мектебіне жіберді. Өйткені ол кезде кеңес одағы, барлығы орысша деп. Кейін біз егемендігімізді алғаннан кейін анам мұғалім болғасын, өзі ол кезде қазақ мектебінде істейді. Ағылшын тілінен, ағылшын пәнінен сабақ береді. Қазақ мектебіне ауыстырайық сені деген сондай ұсыныспен келді, маған барлығы қазақша болады деп. Сөйтіп ауыстырды. Әрине оңайға тұрған жоқ. 4-ші сыныптан кейін өткен көптеген нәрселер қалыптасып кетті. Тілдің өзі, ойлау қабілетің сенің. Сол кездегі менің бір байқағаным, ол кезде әрине бұндай сөздерді білмеймін. Қазір жеткізе аламын да,
критикалық ойлау қабілетін қазақ мектебінде көбінесе үйретпейді балаларға жағымпаздану, мұғалімге ұнау, класстастарыңа ұнау. Негізі осы социум ішінде болғаныңда бір басқаша көрінбеу, бірыңғай болуды үйретеді. Неліктен олай? Қалай ойлайсыз? Өте қызықты бұл мынау Советтер одағы тарағаннан кейін қалыптасқан дүние танымымыз, қоғамдық менталитетіміз өте парадоксальный. Яғни өте қарама қайшылыққа толы. Біз балдарымызды мысалы үшін көшеде жүрген кезде дейміз, өте не жүр дейміз. Өзіңнің ешкімге ақыңды жіберме. Көшеде жүрген кезде ешкімге ақыңды жіберме деп үйретеміз. Тіпті мысалы үшін егер сіз 90-шы жылдары бала болған болсаңыз, немесе жас болған болсаңыз, мен есіңізде менің мысалы үшін еститін сол кездегі ең көп мақалдардың ішіндегі ең көп еститін сөзі мынау еді: наглость второе счастье. Иә. Бұл қазір азайған сияқты, бұны уже естімеймін көп, бірақ 90-шы жылдары өте көп еститін тұғымын бұл сөзді, жаңағы наглость второе счастье. Кәдімгі слоган болып кетті ол кезде. Заманның біреудің ақысын жейтін, біреу жаңағы өзінің бір нәрсесін көрсететін, сөйтетін де осы сөз арқылы ақтап алатын, наглость второе счастье. Немесе алдамасаң ешқайда жетпейсің деген де ұғым болған ол кезде. Бірақ екінші жағынан да мысалы үшін балдарымызды әрі еркін бол дейміз, бірақ бұл еркіндікті ешқашан бермейміз. Жаңағы үйде де бір авторитет бар. Білім беру жүйемізде бір авторитаризмнің үстіне, фундаментіне құрылған, Советтерден бері қарата келе жатқан дәстүр. Тәуелсіздік жылдарда бұл одан әрі қатая түсті. Әсіресе, бәлкім, мен әрине орысша оқыған жоқпын, бірақ орыс тілді балдардың, орыс тілді орыс мектебін бітірген қатар құрбыларымның маған қарағанда әлде қайда озық ойлайтындығын білетін едім. Сол студент кезінде байқаған болатынмын. Маған қарағанда әлде қайда кең ойлайтынын байқаған болатынмын. Және маған қарағанда әлде қайда батыл болғандықтан байқаған болатын. Мысалы үшін жаңағы студент мұғалімдерге қарсы шығатын солар еді. Өздерінің құқықтарын қорғайтын солар еді. Жаңағы ұстаздарымыз егер бізде жаңағы төмендететін болса, жаңағы сөзбенен ұрсып жекіп дегендей, оған да қарсы шығатын, сіз жеке алмайсыз деп айтатын да негізінде орыс мектептің бітірген адамдар, балдар еді. Бұл нәрсе бәлкім бар шығар. Әрине бұл жайында бір зерттеу жасаған жоқпыз, сол үшін де нақты айту болмайды, және стереотипке айналдырған болмайды, бірақ өзім байқағаным солар еді. Қазақ мектептерінде бәлкім көбінесе осылай оқытылатын шығар, жаңағы авторитар дейді. Қаншалықты бағынсаң, соншалықты жақсы адамсың. Қаншалықты мойынсұнсаң жүйені, немесе авторитетті, немесе қоғамда қалыптасып қалған ойларды қаншалықты қабылдайтын болсаң, соншалықты тәртіпті, жақсы, тәрбиелі адамсың деген ойменен тәрбиелеуі мүмкін. Расында да ең көп еститін сөздеріміз сол тұғын. Бұны қалай өзгертуге болады? Бұны өзгертудің... Оны әсер етуге болады ма негізі? Әрине. Бағанағы мәдениет деген ұғымымыздан шығатын болсақ, яғни егер мәдениет өзгеріске ұшырайтын бір феномен болатын болса, онда өзгертуге болады. Олай болатын болса, жаңағы үміт бар. Бірақ ол өздігінен келетін нәрсе емес, тек қана күреспенен келетін нәрсе. Кешірерсіз, бұл жаңағы слоганный сөзім үшін, күрес деген. Бірақ расында да күресуге міндеттіміз. Қалай, мысалы үшін, жаңағы алғашқы біздің ағартушыларымыз қоғамдағы қараңғылықпен күрескен болса, біз де дәл солай күресуге міндеттіміз. Бұл жерде әрине өте маңызды жүк, бұл академияға түсетін жүк, яғни ғалымдарға түсетін жүк, әсіресе әлеуметтік ғылымдардың өкілдеріне түсетін жүк. Олар көптеп зерттеулер жасаулары тиіс, көптеп кітаптар, мақалалар жазулары тиіс, және бұны халыққа жеткізулері тиіс. Бізде мысалы үшін көптеген ғалымдарымыз өте жақсы мақалалар жазады, ғылыми мақалалар, бірақ соны халыққа жеткізбейді, қоғамға жеткізбейді, өйткені
жеткізетін болсам, жаңағы активизм сияқты бір нәрсе ғой деп ойлайды. Активизмді менсінбейді. Негізінде менің ойымша жаңағы қазіргі кездегі біздің қоғамымыздағы ғалымдардың сондай екі маңызды функциясы бар. Біреуі ғылыммен айналысасың, екіншісі активизммен айналысасың. Яғни өзіңнің белгілі бір жаңағы тақырыбың болады, сол тақырып жайында қоғамды ағартуға тырысасың. Қоғамның жаңағы санасын ашуға тырысасың. Мысалы үшін бұл жердегі менің тақырыбым бұл медиа, кино және гендер тақырыбы. Мен бұлар жайында зерттеулер жасаймын. Жасаған зерттеулерімді міндетті түрде қоғаммен бөлісемін. Конференциялар жасаймын. Тегін жаңағы семинарлар өткіземін, курстар оқимын, журналистерге интервью беремін деген сияқты. Осылайша жаңағы қоғамға бір ой тастауға тырысам. Керемет көзқарас. Және басқа да академик жамағатты осылай жасауға шақырамын. Итермелейсіз. Итермелеймін, өйткені біз сол кезде ғана өзгерте аламыз. Әйтпесем, жаңағы баяғы жартас бір жартас болады. Ол жартастың туындайтын мәдениеттің, ол жартастан туындайтын мәдениеттің расында да қоғамды күйреткеннен басқа пайдасы жоқ. Қараңыз, мысалы үшін біз тәуелсіздік алған жылдардан бері қарата ең көп еститін сөздеріміздің бірі отбасы құндылықтары болды. Ең көп еститін сөздеріміз жаңағы дәстүріміз, біздің деген сияқты жаңағы дәстүрді қатты бір догмаға айналдыратын ойлар, Ұлттық көзқарастар. құндылықтар. Ұлттық құндылықтар бір нәрсе деп. Және бұларды ешқашан бір сынға да алған жоқпыз. Егер сынға алғандар болса, оларды тұншықтыруға ұмтылдық. Қоғам болып. Нәтижеде елімізде, мысалы үшін, ең көп күйреген нәрсе де отбасы. Қазір бір жылда үйленген отбасылар, бір жылдың ішінде 50% ажырасып тынады екен. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз, яғни жаттандылық пенен, ешқандай тергеместен өмірді сүрген кезімізде, отбасыны құрған кезімізде, бұның нәтижесінде тек қана бір бақытсыздықтың болатындығын көрсетеді. Бұл туралы мен сұрағым бар, кейінірек қойсам бола ма? Жарайды. Өйткені дәл қазір осы қоғам туралы сөйлесіп отырғанымызда менің де бір сұрағым және де айтып беретін бір нәрсем бар. Өйткені маған өзіме біздің қазіргі заманауи қоғамымыз, қазақстандық қоғамымыз өте қызық. Және де біз өте бір керемет кейіпте сияқтымыз қазір осы біздің қоғамымыз. Жақын арада бір жақын досыммен сөйлесіп отырмын. Ол кісі менен үлкен, ұлты еврей. Сол кісі маған айтады. Өте қызық дейді да маған. Қазақстандық қоғам, сендер қазақтар өздерің іштеріңде бөлінесіңдер дейді. Біріншіден бізде Қазақстанда қазақша сөйлейтіндер, орысша сөйлейтіндер бар, солай бөлінеміз. Бірақ қазақтардың өздері ішінде тағы бөлінеді. Нағыз қазақтар, шала қазақтар, қазақша сөйлейтін қазақтар, қазақша сөйлемейтін қазақтар. Региондар бар. Оның ішінде тағы енді ұрпақ бар ғой. Үлкен кісілер аға буын, жас буынды қабылдамайды. Бір құлдырап кеткен деп санайды. Соның барлығы біздің бірыңғай қоғам болуымызға кері әсерін тигізеді. Қалай ойлайсыз? Қазақстандық қоғам болуымыз мүмкін ба негізі? Бір тұтас болуымыз мүмкін ба? Әрине, бұл жаңағы сұрағыңызды егер дұрыс түсінген болсам, яғни бізді бір қып ұстайтын құндылықтар не дейсіз ба? Бұл өте маңызды сұрақ. Негізінде бұл жайында көптеп ойлануымыз керек және көптеп сұрауымыз керек. Мен бұл сұрақты үнемі өзіме сұраймын. И жеткен жауабым мынау. Егер біздің бәрімізді бір жерде ұстап тұратын құндылық болатын болса, бұл тек қана жалпыға ортақ құндылық болады. Жалпыға ортақ құндылық дегеніміз не? Жалпыға ортақ құндылық дегеніміз басқа ойларды, басқа көзқарастарды құрметтеу. Тану, басқаның құқығын тану, басқаның айту немесе сөйлеу құқығына құрметпен қарау. Бұл жалпыға ортақ құндылықтың ең негізгі қағидасы. Бұл нәрсе біздің жалпыға ортақ құндылығымыз болу керек. Одан басқа жаңағы коррупцияға қарсы шығу, жемқорлыққа қарсы тұру.
бұл құндылықты қалыптастыруымыз керек. Әділетсіздікке Иә, әділетсіздікке, иә. Жалпы әділетсіздікке. Яғни, егер біреу әділетсіздікке ұшырап жатса, екіншісі соның жаңағы жақтасы бола алатындай бір жағдайға келуіміз керек. Кеше мысал үшін мен қыздар педагогикалық университетінде семинар беріп жатырмын, осы гендерлік тақырып бойынша. Сол кезде келген қонақтарыма сұрадым. Қыздар еді көбінесе, әйел балдар еді. Дедім, қайсыңыз дедім жаңағы, ой, мені алып қашып кетсе екен деп армандайсыздар. Бәрі жоқ, ағай, ешкім ондай арманымыз жоқ. Қолын көтермеді ма? Жоқ дейді, біздің ондай арманымыз жоқ дейді. Окей. Қалай ойлайсыз, сіздің көршіңіз дәл сіз сияқты бір қызды алып қашып келді. Көршіңізден сондай дауыстар шығып жатыр. Кірмеймін деп жылап жатыр қыз. Әйелдер жанында жүр, жаңағы кіресің деп. Біреулер жүр, жаңағы біреулер орамал тартып неғылуға тырысып жатыр. Сіздің реакцияңыз не болады? Қорғайсыз ба? Иә, ол қызды қорғайсыз ба? Әлде ол қызға орамал тартуға тырысасыз ба? Тағуға? Әлде жай ғана қарап тұрасыз ба? Қолыңызды үстіп қойып алып. Өкінішке орай берген жауабы сол еді, қараймын. Өйткені менің қолымнан не келеді? Араласпаймын. Иә, араласпаймын. Бұл бізде негізінде ең көп жаңағы кереге алып барып жатқан мәселе. Өйткені біз ойламаймыз жаңағы қазір кезде біреуге әділетсіздік болып жатса, ол оған болып жатқан әділетсіздік деп ойлаймыз. Жоқ, негізінде саған болып жатқан әділетсіздік. Өйткені егер қоғамда біреуге әділетсіздік жасалатын болса, онда бәрімізге жасалады деген сөз. Сен гарантия бере алмайсың. Маған жаңағы әділетсіздік, дәл осындай әділетсіздік жасалмайды деп гарантия бере алмайсың. Коррупция өте жақсы мысал. Өйткені коррупциядан барлығымыз зардап шегеміз. Әрине. Тек бір ғана адам емес, барлығымызға әсерін тигізеді ол. Сондықтан да, яғни бұл бізді ұстайтын, жаңағы қоғамды біріктіріп тұратын құндылықтарымыз жайында көптеп ойлануымыз керек. И бұл құндылықтарымыз да жаңағы бір ортақ, ешкімді алаламайтын, ешкімді шеттетпейтін ортақ бір құндылық болуы тиіс. Ол, мысалы үшін, отбасы құндылығы дейтін болсақ та, қазір кезде мен медиа зерттеушісі болған үшін 2-3 бағдарлама бар. Қалаулым, сонан соң жаңағы өз ойым, жабылды. Сонан соң тағы да бір не. Бұлардың бәрінің жаңағы таныту беттерін, сайттарына қарасаңыз, таныстыру сайттарына, сол жерде былай деп жазылады, жаңағы отбасы құндылықтарын дәріптеу. Және қарайсың, жаңағы бұлардың отбасы құндылықтары дегеніміз не деген кезде жаңағы бағынышты әйел, авторитар еркек, болды, сол. Егер осы нәрсе болса, дейді қоғамда, бәріміз бақытты боламыз деген бір көзқарасты, пайымды қалыптастырады. Ал негізінде отбасы құндылығы деген ұғым өтірік ұғым. Жоқ ондай нәрсе. Ешқайсыңыз маған мынау отбасы құндылығы деп көрсете алмайсыз. Өйткені отбасының мағынасы өзгерген нәрсе. Яғни әсіресе қазіргі заманда отбасы деген нәрсе, мысалы үшін сіз бойдақпын дедіңіз. Сіздің өзіңіз бір отбасы неңіз бар, отбасыңыз бар. Яғни бұл отбасыңызда бәлкім анаңыз, әкеңіз болмауы мүмкін, бірақ достарыңыз болуы мүмкін. Және сіз бұл нәрсеге отбасы деп қарауыңыз мүмкін. Бұл ондай болатын болса, біз бірден жаңағы менің отбасы деген түсінігім бойынша бұл отбасы емес деп, сіздің отбасы түсінігіңізді жойып тастай аламыз ба? Жой алмаймыз. Өйткені сіздің де жаңағы отбасы түсінігіңіз тұр ана жерде. Сіз айтасыз, мысалы үшін, мен үшін отбасы бұл достар. Негізінде мен үшін де отбасы, яғни тек қана жолдасым, қызымнан тұратын нәрсе емес, одан да кең нәрсе. Және тек қана меніменен бір қан байланысы бар адамдар емес мен үшін отбасы. Одан да кең мағына. Бірақ өкінішке орай, жаңағы медиамызда үйретілетін нәрсе, бұл жаңағы өте стереотипті, қатып қалған бір отбасы. Және ол жердегі рөлдер де өте проблемат толы. Сондай. Қызық.
өте қызық. Өйткені енді осы жаңағы отбасылық құндылықтар не деп сұрайтын болсақ, көбісі үйлену, балалы болу, қазақтың санын арту, иә, қазаққа плюс бір батыр деп жазады ғой машиналарында, балалар туылғанда. Сол жақтан аяқталатын сияқты. Одан тереңірек шықпайтын сияқты еш нәрсе. Жоқ, ол конфликт. Әрине, және айтып отырмыз ғой жаңағы кейбір адамдар, мысалы үшін, үйленулері мүмкін, бірақ бала қаламаулары мүмкін. Бәлкім, мысалы үшін, экологиялық жағдайға байланысты қаламауы мүмкін. Мен, мысалы үшін, қазір екінші бала қаламаймын, сөзін ашығы керек. Өйткені күннен күнге әрі еліміздегі экология нашарлап жатыр, әлі әлемдегі экология нашарлап жатыр. Және күннен күнге әлемде соғыс өрті, ана жер, мына жерде тұтанып жатыр. Және сен осындай бір дүниеге қалайша бала әкелуге батыл бола аласың. Менің ойымша бұл батылдық та емес, жаңағы ойланбастан жасалынған нәрсе. Расында да. Иә, біз жаңағы бейбіт арамызды дүниеге алып келдік, бірақ екінші бала өте қиын. Жақын арада бір сұхбат көрдім. Ресейлік бір сұхбат. Дмитрий Быков деген жазушы, поэтпен. Сол кісі журналистке былай деді. Ресей туралы айтып жатыр да. Ресейде патриархат барынша саяси азаттық болмайды дейді. Айтар ойы бұл жерде әйелдің өзі азат, тең болмаған қоғамда басқа бостандықтарда мүмкін емес дейді. Бізде солай ма? Бізде патриархалды қоғамбыз ғой, негізі, Қазақстан. Өте дұрыс айтқан негізінде. Қараңыз, алғашқы ағартушыларымызға қарайық. Жаңағы Ыбырай Алтынсарин, мысалы үшін. Жасаған ісі не болды? Ең алғаш жасаған ісі қыздарға мектеп ашу болды. Неге? Өйткені Алтынсарин бұл нәрсені түсінді. Егер біз деді, жақсы бір салауатты қоғам немесе ұлт қалыптастыратын болсақ, біз әйел еркек деп бөлмеуіміз керек. Біз, деді, жаңағы әйел еркек деп бөлмей, бәріне білім беруіміз керек. Сондықтан да кімнің жаңағы Алтынсарин атамыздың ең алғашқы жасаған ісі қыздарға мектеп ашу болды. Одан кейін келген ағартушылар қараңыз, алашордашылар, Бейімбет Майлиндер, Тұрар Рысқұловтар, бәрі. Бұлардың идеологиялар бәркім әртүрлі болды. Біреу социалист, біреу ұлтшыл, біреу түркістаншыл болды. Бірақ нәтижеде бәрінің мына жерде жаңағы ортақ нелер бар еді, көзқарастар бар еді. Әйел тақырыбында әсіресе. Әйелді еркіндікке шығару тақырыбында бәрі ортақ болды. Сондықтан да Бейімбет Майлин Күлпашты жазды, Жүсіпбек Аймауытов Ақбілекті жазды. И бұл романдарға қарайтын болсаңыз, бәрінде жаңағы әйелдің қазақ қоғамындағы қиын жағдайы және бұл қиын жағдайдан әйелді қалай шығаруға болады. Сондықтан да, иә, егер мынау 90-шы жылдардан бері қарата айтып келе жатқан жаттанды сөз бар ғой, жаңағы ұлт болу, жаңағы ұлттық құндылықтар. Бұл ұлттық құндылықтарымыздың ішінде осы нәрсе болуы тиіс. Егер салауатты бір ұлт болғымыз келсе, жаңағы гендерлік теңдік, әйел еркек деп бөлмей, әйелді жаңағы бағынышты, еркекті жаңағы бағындыратын деп санамызда сондай бір иллюзияға сенбей, бәрінде тең деп қарап, қоғамды қалыптастыру, жаңағы бұл біздің ұлттық құндылығымыз болуы тиіс. Әйтпесем, бір ұлт қалыптастыру мүмкін, бірақ ол ұлттың салауатты бір ұлт болмайды, және ол ұлт дамымайды да. Біз қараңыз, 30 жыл бойынша жаңағы патриархал бір түсінікпенен қалыптастырып келе жатырмыз ұлтымызды. Өте бір кешірерсіз ауру бір қоғамымыз. Күнделікті өмірімізде суицид бар, күнделікті өмірімізде зорлық зомбылық бар. Балаларға. Иә, балаларға, әйелдерге, кеше мүгедек балаға, мысалы үшін бір мүгедек жігітті, мүгедек емес, ауру екен ол жігіт, яғни соны бір боксер жігіт өзінің несінде жатақханада бірге тұрады, жаңағы ұрып тастау. Яғни бұл патриархал
жүйенің ең алып баратын нәрсесі осы, яғни күштінің әлсізге күн көрсетпеуі. Нәтижеде тек қана хаос туындайды. Көп адам ойлайды жаңағы, ойбай, егер еркек жаңағы билеуші болса, әйел жаңағы бағынушы болса, өте бір гармония деген сияқты өте бір романтик бір ұғымдарменен күнделікті медиада естіп жатамыз ғой. Жоқ, яғни ол жерде бір гармония жоқ, ол жерде ол мачизм ғой. Хаос бар. Ол ұғым, ол мачизм. Осы ғасырда кетіп бара жатқан ұғым негізі қазір. Ал қараңыз, осы патриархал жүйені қатты жақтағандықтың, кешіріңіз, патриархал жүйені жаңағы алға тартуымыздың нәтижесінде негізінде отбасылар күйреп жатыр. Отбасылар айтады ғой, жаңағы экономикалық бір нәрсе. Экономика өте қатты әсер етіп жатыр, бірақ бәрінен бұрын бұл жерде отбасының күйреуіне себеп болып отырған нәрсе қоғамның өзінің күнделікті өмірде қалыптастырып отырған патриархал түсінігі, жүйесі. Әрине, өйткені қайсымыз болмасын, әрқайсымыз еркін болмыстың иесіміз. Бәріміз де еркіндікті қалаймыз. Еркіндік дегеніміз жаңағы ойыңа келген нәрсені жасау емес. Қалаған нәрсеңді жасау мүмкіншілігіне ие болу. Және бұл қалаған нәрсені жасаған кезде де қоғамға жаңағы зияндық бермей, адамдарға зияндық бермей, этиканың жаңағы шекарасының ішінде жасау. Этиканың шекарасы дегеніміз не? Ешкімді алдама, ешкімді өлтірме, біреудің бір нәрсесін ұрлама, ешкімге қорлық зорлық көрсетпе. Басқа адам шекарасынан өтпеу, бұзбау. Болды, яғни солар жасаған кезде сен онсыз да еркін адамсың. Бірақ бізде бұлардан да басқа жаңағы қоғамның қалыптастырып қойған шектеулері бар ғой. Оларды не істейміз? Ол шектеулер арқылы өмір сүреміз бе, әлде және оның нәтижесінде ауру бір қоғам болуды жалғастырамыз ба? Күніге жаңағы суицидпен, біреудің зорлық зомбылығымен, біреудің жағып жіберуімен өле береміз бе? Әлде салауатты, кеңшіл, өз ойыңды айта алатын бір қоғамды қалыптастырамыз ба? Мен бұл екінші таңдауды таңдаймын. Әрине. Әрине, бүгін біздің қоғамымызда қарайтын болсақ, індет көп, өте көп. Бірақ бүгін қазақстандық қоғамда, әсіресе қазақ тілді қоғамда дейік, әйел адам, ер адамға тең бе? Тек қана қазақ тілді қоғам емес. Мен медиа зерттеушісі болғаным үшін орыс тілді медианы да зерттеймін. Екеуінде де түрік тілді, ағылшын тілді де? Жоқ, еліміздегі жаңағы орыс тілді және қазақ тілді медианы екеуінде де зерттеймін. Екеуінде де бұл патриархал жүйе үстемдік құрған. Дозаларында бәлкім айырмашылық болуы мүмкін. Мысалы үшін орыс тілді доза біраз сәл аздау болуы мүмкін, бірақ бәрібір көп. Қазақ тілді қоғамда доза көп болуы мүмкін. Және мұны көріп те жүрміз. Жоқ, яғни қоғамымызда жалпы, тек қана бұл жерде қазақ тілді қазақтар емес, орыс тілді қазақтар, орыстар, Қазақстан қоғамында негізінде әйел мен еркек тең емес, және әйелдеріміз үнемі төмендетілуге тырысылады. Әйелдерге байланысты заңдарымыз, қаулы қарарларымыз бәрі символдық жүйеде жұмыс істейді. Мысал үшін қараңыз. Номиналды. Мысал үшін. Әйел және отбасы деген сөз ең көп қолданылады. Әйел деген кезде міндетті түрде артынша отбасы деген символ келеді. Президенттік жанында тіпті не бар? Комиссия бар. Әйел және отбасы, ұлттық әйел және отбасы комитеті. Сондай бір. Ол да әйел және отбасы деп аталады, егер қателеспесем. Одан басқа, әйел және бала. Неліктен тек қана әйел мәселесі қозғалмасқа? Неліктен біз әйел деген кезде артынша отбасы деген сөзді тіркеуіміз керек, немесе бала деген сөзді? Неліктен біз баланы жеке талқыламасқа? Неліктен біз тұлға ретінде? Неліктен біз отбасыны жеке талқыламасқа? Өйткені отбасыны құрайтын тек қана әйел емес. Ол жерде еркек те бар, ол жерде бала да бар, және тағы да басқа. Сондықтан да
өкінішке орай жаңағы елімізде бұл тек қана қоғамымызда емес, жаңағы заңдық тұрғыдан да әйелдердің құқықтары осылай шайналуда, осылай тапталуда. Осындай бір диктат бар бізде. Әйел адамы тек ана, ару, пәк болуға тиіс. Осындай бір образ қалыптасқан, және де соны талап етеміз. Ер адамдарға ешқандай талап жоқ. Білгенін істе, әйтеуір ақша әкеліп отыр. Дейтіндей сондай өте төмен талабымыз. Неліктен бұндай? Неге осы тағы мынандай пікір бар ғой. Қалай айтушы еді, міне жазып алғам, мен бір Инстаграмнан көргем, осы қыздарымыз бұзылғасын қоғамымызда құлдырап бара жатыр дейді. Барлық қыздардың кесірінен. Неге мораль, этикаға жауап беретін тек қана әйел адам? Өйткені патриархал жүйеде еркектер бұл сананың иесі болып табылады. Патриархал жүйе бізге сондай нәрсеге сендіреді. Жаңағы еркектер бұлар өте ақылды, бұлар өте саналы, бұлар ешқашан қателіктер жасамайды. Идеал, мінсіз. Идеал, мінсіз. Ал әйелдер болатын болса, эмоцияның иесі, ақылдың иесі емес, жаңағы эмоцияның иесі, сезімнің иесі, нәзік жанды, тағы да басқа деген сияқты алғы сенімдер менен стереотиптерді қалыптастырады. Сондықтан да жаңағы қоғамның мүшелері әйел мен еркекке байланысты өз ойларын айтқан кезде кінәні кімдерге жабады? Әйелдерге жабады. Мысал үшін қараңыз, қоғамымызда ең көп белең алып отырған проблемалардың бірі жаңағы әйелдердің баланы туып, оны жаңағы тастап кетулері. Тек қана тастап кету емес, туалетке тастап кетулері, өлтіріп тастаулар және тағы да басқа. Бұл жерге байланысты, бұл оқиғаларға байланысты қоғамымызда кейбір тіркестер қалыптасты, мысалы көкек аналар деген. Көкек әке деген ұғым жоқ мысал үшін. Құдды бір ол әйелдер жаңағы кешірерсіз күлге аунап туып алған сияқты. Бір сондай бір фантазия құрастырамыз. Ешқашан ол әйелдерді екіқабат қылған еркектер ешқашан ойымызға оралмайды. Оларды іздестірмейміз, оларға қарамаймыз, оларға жауапкершілікке тартпаймыз және жауапкершілікке шақырмаймыз. Бұл жерде тек қана кінә жаңағы сол әйелдікі болып табылады. Және ешқашан сұрамаймыз, яғни неліктен бұл нәрсеге барды. Бәлкім ол әйел зорлыққа ұшырады, жыныстық зорлыққа ұшырады, екіқабат болып қалды. Біз бұны білмейміз. Бір жыныстық зорлыққа ұшыраған әйел бәлкім туғысы келмейтін шығар ол баланы. Бұл психологиялық бұл жерде бір процесс бар. Біз бұлардың ешқайсысын тергемейміз, ешқашан сөйлеспейміз, медиада да айтпаймыз. Айтатын нәрсеміз тек қана жаңағы баланы өлтіріп кеткен, тастап кеткен аналарды кінәлау. Сөйтеміз де ең соңында мынандай бір нәтижеге барамыз. Қыздарымызға жақсы тәрбие берейік. Қыздарымызға жақсы тәрбие берейік. Бұзылды. Бұзылды. Бұзылған үшін тәрбие берейік. Бірақ бұл тәрбие деген ұғымымыздың ішіндегі несіне қарайтын болсақ, компоненттеріне, құрамына, яғни не бар бұл тәрбие дегеннің ішінде десек, сол жаңағы үйден шығармау, оны жіті бақылап отыру, еркіндікке рұқсат бермеу және еркектің авторитетін мойындатқызу. Барлығы репрессивті. Бәрі репрессивті және адамды бақытсыз ететін, адамды құлдыққа айналдыратын, санасын улайтын бір жаңағы тәрбие тәсілдер. Сол. Қалай ойлайсыз, осы жаңағы әйелдің рөлі туралы көп айтып жатырмыз біздің қоғамымызда. Осыған исламизация ықпалын тигізді ма? Әйелдің рөлін бір саты төмендеуіне, бірнеше саты төмендеуіне. Әсері бар ма? Елімізде өкінішке орай жаңағы исламның тек қана белгілі бір көзқарастары ғана дәріптелуде. Жаңағы мен әрине жаңағы 2000 жылдардан басталды ғой ол исламизация қоғамымыздағы. Ол жерде мен ол кезде Түркияда едім. Ол процесті оншақты көп неғылмай қалдым, көрмей қалдым. Өйткені жазда ғана келесің, бір айлығына дегендей. Ал бірақ байқағаным бойынша жаңағы екі канон бар. Бір канон жаңағы сунниттердің каноны, жаңағы ханефи мәзхабынан біз дейді. Екіншісі де бұл жаңағы салафит.
бұл да яғни өте көзге көрінеді. Бәлкім өздерін салафит деп айтпайтын шығар, салафпыз деп айтпайтын шығар, бірақ яғни жасаған істері, ойлары көрінеді. И бұл екі канон өте қатты қоғамымызға әсер еткен. Және бұл екі канонда да канон әсіресе Ханафи мезхебінің де тек қана жаңағы мынау догмаға айналған көзқарастары жайылған. Әсіресе әйелге байланысты көзқарастары. Бізге де жеткен олар. Иә, біздегі мәселені айтып жатырмын онсызда. Яғни айтпасам, Ханафи мазхабының ішінде де жаңағы әйелді еркін қарайтын ойшылдар бар, ойлар бар, көзқарастар бар. Бірақ десек те жаңағы Ханафи мазхабының ең жаңағы радикалды нелер, ойлары бізде өте көп тараған. Сондықтан да мысалы үшін YouTube каналына ашқан анау молдалардың, имамдардың каналын қарайтын болсаңыз, ең көп бәлкім айтылатын жаңағы ойлары мен зерттегім келіп жүр. Ең көп нені айтады екен де, бірақ мен байқағаным ең көп айтылатын нәрсе жаңағы әйелді қалай бұғауда ұстау мәселесі жаңағы. Біреуі айтады, әйелді ұруға болады дейді. Және бұны ашық түрде айталады. Бұны еш қорықпастан, Қазақстан заңдары бойынша негізінде айта алмайды. Заң жүрмейтін сияқты оларға. Иә, прокуратура бірден ол кісіні жауапқа тарталады. Бірақ нәтижеде прокуратура да жауапқа тартпайды. Ол кісі де емін еркін өзінің сол андай хейт, жиіркенішті ойларын, спичтерін арғата жұртшылыққа таратады. Тенгриандық көзқарастар немесе жаңағы анау нелер бар, байқағаным бойынша. Аттар не дейтін еді? Зікіршілер. Бұларда әйел тақырыбы біраз да болса еркіндеу. Жаңағы әйелге аз да болса еркіндеу қарайды. Және еркекті үстемдігі алға шығармайды. Байқағаным, қателесуім де мүмкін. Бірақ нәтижеде еліміздегі, яғни қоғамымыздағы бұл әйелдердің жағдайының күрт төмендеп кетуіне, және ең соңында жаңағы біреулер жағып өлтіріп жатыр ғой әйелдерін. Сондай бір қылмысқа дейін, сондай өте аяусыз бір жағдайға жетуіне еліміздегі жаңағы діни көзқарас көптеп септігін тигізді деп айтылады. Өкінішке орай осы әйел құқықтарын қорғайтын, мысалы үшін, ислам ғалымдары елімізде жоқ. Олардың шыққанын қалаймын. Олардың жаңағы жаңаша бір көзқарасты енгізгенін қалаймын. Өйткені өздері де айтатындай жаңағы ислам бұл жаңағы бейбітшіліктің діні. Олай болатын болса көрсет. Олай болатын болса дәлелде. Олай болатын болса жаңағы арадағы теңдікті қалыптастыр. Ондай пікір жоқ әзірше. Өз басым көрген жоқпын. Бірақ жаңағы менің кейбір достарым бар. Бұлар жаңағы 5 уақыт намазын қылады. Яғни практикалық түрде жаңағы исламның жаңағы парыздарын іске асыратын жігіттер. Олар, мысалы үшін, әйел құқықтарын қорғап жүр. Бірақ әрине олар жаңағы теолог емес. Менің бұл жердегі сыным сол теологтарға қарсы. Яғни, неліктен бізде елімізде бұл әйел құқықтарын қорғайтын теологтар жоқ. Неліктен жаңағы әйелді ұруға болады деген бір имам айтқан кезде, соған қарсы шығатын басқа бір имам жоқ. Менің сыным соларға, яғни дін танушыларға, молдаларға. Қалай ойлайсыз, психологиялық тұрғыдан қарайтын болсақ, неліктен әйелдер, қыздар оған келіседі, ондай ережелерге, ондай рөлге? Оның әрине көптеген себептері бар. Бұл себептерінің бірі, біз туылған кезімізден бастап еркек болуды, әйел болуды үйренеміз. Бұл жерде тырнақша ішінде айтып отырмын, өйткені еркек болуды, әйел болуды қатып қалған нәрсе емес, табиғи нәрсе емес. Ол үйретілетін нәрсе, қоғамның қалыптастырған нәрсесі. Сондықтан да мысалы үшін жаңағы әр мәдениеттің еркектік түсінігі әртүрлі, немесе әйелдік түсінігі әртүрлі. Олай болатын болса, бұл жаңағы табиғи емес, қоғамның қалыптастырған нәрсесі. Табиғи болған біздің тек қана жыныстық мүшелеріміз. Ал қалған жаңағы әйелдікке байланысты, еркектікке байланысты ойларымыздың бәрі жасанды.
құрастырылған әрине. Оны кім құрастырады? Оны жаңағы қоғам құрастырады. Ғасырлар бойы құрастырады. Өзгереді кейбір жерлерде. Әйелдеріміз де әрине жаңағы бала болып туылған күннен бастап оны сол бағытта тәрбиелеген кезде әрине олар да жаңағы бір еркек сияқты ойлай бастайды. Бір еркектің жаңағы үстемдігін мойындай бастайды. Қабылдайды. Бірақ сізге айтайын, табиғи болған нәрсе мынау. Адамның санасы. Табиғи, адамның жаңағы миы. Немесе адамның еркін болмыс екендігі. Бұл табиғи нәрсе. Сондықтан да тіпті ол әйелдердің өздерінен де еркіндікке деген ұмтылысты көреміз. Яғни еркіндікті олар осылайша табады. Жаңағы еркектердің үстемдігін қолдану арқылы еркіндікке ұласу арқылы. Нәтижеде бәрібір ол жерде бір еркіндік ізденісі бар. Одан басқа жаңағы олардың да бір шегі бар жаңағы. Әрине біз мысалы үшін еркектерді не қылуымыз керек, мойынсынуымыз керек. Олардың жаңағы авторитетін, оларды бізде қарағанда әлдеқайда ақылды, әлдеқайда күшті, әлдеқайда керемет деп тануымыз керек. Бірақ олар да бізді ұрмасын деген сияқты олардың да бір шектеуі бар, яғни олардың да бір шекарасы бар ол әйелдердің де. Және социологияда өте жақсы бір керемет ұғым бар. Денис Кондиотидің қалыптастырған ұғымы патриархализм мен сауда деп аталады. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз жаңағы әйел негізінде білет өзінің құқықтарын, өзінің жаңағы несін еркекпенен тең екендігін, қандай тұрғыдан қараса да тең екендігін білет. Бірақ бұл еркектер дүниесінде өмір сүру үшін, мысалы үшін инженер бір әйел делік, еркектер дүниесі ғой, инженерия. Сол дүнияда қалып қою үшін, сол дүниядан бір оттегін табу үшін айтылмаған, бірақ байқалатын бір келіссөз жасайды еркектерменен. Олар айтады, мен тура сендер сияқты болам. Мен ешқашан жаңағы әйел құқықтарын алға тартпаймын. Сендер мені төмендетсеңдер де мен оған күлеп қараймын. Мені төмендететін анекдот айтатын болсаңдар да мен сол анекдотқа сендер сияқты күлетін болам. Қақалап. Арнайы шақырылатын ке. Күйеуінің таяғын жемеген қатын емес. Қандай қатын қалай ұрмайсың сосын? Мен сендер сияқты болам. Тек қана сендер маған осы жерде өмір сүруіме рұқсат етіңдер деген сондай бір көзге көрінбейтін, тілменен айтылмайтын бір келісім шарт. Бұған жаңағы Денис Кондиоти патриархализм мен сауда деп атайды. Біздің қоғамымызда ең көп кездесетін жайт осы негізінде. Сделка. Сделка жасайды. Әйелдеріміз жаңағы осылайша өздерін жаңағы не қылуға дәлелдеуге тырысады. Яғни мен вообще феминист емес, мен әйелдердің құқықтары ондай проблема жоқ елімізде. Мен сендер сияқты ойлаймын. Расында да еркектер де күшті, ақылды, анау-мынау, біз әйелдер ондай емес, біз тек қана сезімдерімізбен ойлаймыз деген сияқты ойларменен жаңағы ойларын алға тартып, осылайша жаңағы еркек дүниясында өздеріне бір не дейді, ниш дей ма? Бір орын табу. Орын табуға тырысады. Мен ең көп көретінім қоғамда бұл нәрсе. Өйткені бағана да айтып өткенімдей жаңағы сана бұл табиғи нәрсе, яғни адамның несі арқылы қалыптасатын, жаңағы тәжірибелері арқылы қалыптасатын табиғи нәрсе. Және қалай деп айтсам болады, кез келген адам өзінің еркін болу керек екендігін алға тартады. Кез келген адам. Ең жаман нәрсенің жаңа бір қапаста отыру, немесе бір қапас бір ойдың ішінде өмір сүру керек екенін бәріміз білеміз. Сондықтан да яғни, бірақ соған қарамастан жаңа патриархал құндылықтарды қорғауымыз мүмкін, соның жақтасы болуымыз мүмкін. Оның да себебі осы деп ойлаймын. Жаңа гендер мәселесіне енді тоқталып кеттік. Сіздің зерттеп жүргеніңізде осы біраздан бері. Сұрайын сізден, неліктен біздің қоғамда біз өз денемізден ұяламыз? Мысалы үшін біз музыка әлемімен, телевизия әлемімен жұмыс істейміз. Біздің
керемет әншілеріміз бар. Қыздар да жігіттер де өздерінен ұялмайды, өз денелерінен ұялмайды, қабылдайды кәдімгі, мақтан тұтады. Солар бір бейнебаян түсірсе, мысалы үшін Жанар Дұғалова, Кәмшат Жолдыбаева, Тәуекел Мүсілім, Луина сынды әншілер бір жаңа жұмыстарын шығарса, көрермен талайды кәдімгідей. Сендер ұятсызсыңдар, сендер азғырып атсыңдар біздің қоғамды деп. Ол да сол өзімізді қабылдамаудың белгісі ғой. Өз денемізді неліктен сіз де айтып кеттіңіз, біз әңгімелесіп отырғанымызда басында көптеген жасөспірімдер балалар өздеріне қол жұмсайды, өйткені өздерін қабылдамайды. Осы мәселеге тоқталып кетсеңіз. Дене өте бұл патриархал түсінікте өте маңызды мәселелердің бірі. Патриархал жүйе былай дейді. Еркектерге де, әйелдерге де. Сендердің ойларыңды да мен қалыптастырам, және сендердің денелеріңді де мен қалыптастырам. Және сендер мен рұқсат берген кезде ғана денелеріңе ие боласыңдар дейді. Сондықтан да мысалы үшін қараңыз, дәл сол кинематографияда, журналистикада еркек режиссерлар немесе еркек журналистер әйелдің денесін үнемі пайдаланады. Әйелдің денесін жаңағы рекламаларда, мысалы үшін жарнамаларда, фильмдерде ең көп көретін дене бұл жаңа әйелдің денесі. И осылайша әйелдің денесін бір товарға айналдырады. Бұны ең алғаш айналдырған әйелдер емес еді. Бұны еркектер жасады. Кинематография тарихына қараңыз, журналистика тарихына қараңыз, реклама тарихына қараңыз, бәрін жасағандар негізінде ер адамдар еді. Бұл жаңағы денені қалыптастыру және товарға айналдырған. Бірақ егер әйелдің өзі қалап, яғни өз еркіменен бір денесін көрсететін болса, біз бірден оған бас саламыз. Неліктен? Өйткені патриархал жүйе айттым ғой жаңағы, денеге де билік жасағанды ұнатады. Яғни патриархал жүйе айтады, сенің денеңді көрсететін болсам да мен көрсетуім керекпін. Протест ретінде қабылдайды, иә? Протест ретінде қабылдайды. Сен дейді көрсете алмайсың дейді бұл денені. Мен рұқсат берген кезде ғана көрсетесің, или мен көрсетсем ғана көрсетесің. И нәтижесінде бұл жаңағы денеге деген үстемдік мәселесі туындайды. Және нәтижесінде бұл патриархал жүйенің нәтижесінде денеміз уже біздің денеміз болудан шығады. Бұл дене жаңағы бір қоғамның денесіне айналады. Қоғамның жаңағы көзге көрінбейтін жаңағы санасының рұқсат беретін немесе бермейтін бір товарына айналады. Сатылатын бір нәрсеге айналады. Сондықтан да мысалы үшін елімізде, қоғамымызда бір денеге байланысты философиямыз жоқ. Денеге байланысты денемізді тану, денемізді сүю және денемізді болғанындай қабылдау несі жоқ. Ойлары жоқ, көзқарастары жоқ, философиясы жоқ. Және біз балаларымызға денелерін тануларына рұқсат етпейміз, және ол жайында айтпаймыз, сөйлеспейміз, өйткені жаңағы ұят болып табылады. Нәтижеде балаларымыз денелеріне дене ретінде қарамайды. Жай ғана бір портфель немесе бір телефон ретінде қарайды. Құрал ретінде. Тіпті олардан да андай не қарауы мүмкін? Төмен бір нәрсе қарауы мүмкін. Иммануил Канттың керемет бір мынандай саптауы бар. Тапқан нәрсесі айтады, жаңағы суицид жасайтын адамдар дейді, өз-өзін өлтірген адамдар, өздерінің денелеріне құрал ретінде қарайды дейді. Бір нәрсенің инструменті, в общем. Жай ғана өмір сүру үшін инструмент ретінде қарайды. Мақсат ретінде емес, инструмент ретінде қарайды. Нәтижеде дейді, олар жаңағы өмір қиындаған кезде ол денелерін, инструменттерін істен шығару оңай болады олар үшін. Бізде балаларымызға денелерін үйретпегендігіміз үшін, дене философиясын үйретпегендігіміз үшін, бұл дененің қоғамның денесі емес, бұл дененің сенің денең екендігін түсіндірмегеніміз үшін, бұл дененің саған аманат екендігін, егер діни терминологиямен айтатын болсақ, бұл дененің сен үшін аманат екендігін үйретпегендігіміз үшін балаларымыз денелеріне как инструмент ретінде қарайды. И нәтижеде қандай да бір қиыншылық, бір озбырлық, бір зорлық, зомбылық көрген кезде бұл денелерін істен шығаруға ұмтылады. Өкінішке орай еліміздегі бала суициді әлемдегі маңызды
жаңағы көптеп кездесетін елге айналдық бұның нәтижесінде. Балаларымыз бақытсыз, өйткені денелерін білмейді, өйткені тек қана қысым бар, өйткені мама папасының айтқан ойы менен оның білетін ойы дүниесі басқа нәрсе. Бөлек. Ол бала молдиярдан үйреніп жүрген жоқ, оны өз ақылымен жетіп жүр. Өйткені әрқайсымыздың қолымызда смартфондарымыз бар. Смартфон болмаған күннің өзінде қазір ақпарат ағыны өте көп. Және ол бала айналасындағыларға қарай отырып, оқи отырып, ести отырып, өзінің жаңағы еркін емес екендігін түсінуде. Қоғамның қысым жасаушы бір күш екендігін түсінуде. Басқа қоғамның оған тек қана сол қысым жасай алатындығын көруде. Басқа ешнәрсе бермейді қоғам. Яғни тек қана қысым жасайды. Мынаны істейді, ой ұят дейді, мынаны істейді, жоқ болмайды дейді, былай киінеді болмайды дейді. И нәтижеде және сонымен қатар ата-анасымен болған көзқарас. Ата-анасы вообще басқа нәрсе айтады, бұл басқа нәрсені біледі, дұрыс деп. Нәтижеде шыдай алмаушылық орын алады. Бұл өте маңызды мәселе. Қалай ойлайсыз, неліктен секс, жыныстық қарым-қатынас тақырыбын қазақ тілінде талқылауға ыңғайсызданамыз. Талқылай алмаймыз, жеткізе алмаймыз, күлеміз, ыңғайсызданамыз, сөйтіп әзіл ретінде қалдыра саламыз. Оның кері ықпалы, мысалы үшін, мен өзімді айта кетейін, ешқашанда ата-анамен ол тақырыпты қозғаған емеспін. Біз сөйлеспейміз ол туралы. Енді қарапайым қазақ отбасынан. Соның кесірінен сен даладан білесің оны барлығын, басқа балалардан білесің, өзіңнен үлкен балалардан білесің. Ол деген масқара нәрсе ғой. Өйткені сен ол жерде білген, көрген, естіген нәрсең дұрыс емес нәрсе. Әрине. Ол сенің психологияңды, психикаңды өзгертеді, және де көбінесе порнография әдісі, порнография арқылы оны білеміз. Қазіргі заманда интернеттің арқасында барлығы бар. Неге біздің ортамызда бұл тақырып соншалықты ұят, және де балаларымызға қарағанда жүрегіміз, жанымыз ашығаннан осы тақырыпты қозғамаймыз. Өйткені біздегі сол қоғамдағы мынау ұят деген көзқарас бар ғой, ұғым. Мағынасыз бір ұғым. Этиканың зерттеушісімін, яғни бұл жайында бір философияда бір не жоқ, яғни арнайы бір қалыптастырылған бір теория жоқ. Ұят дегеніміз әрине бір этика саласына кіретін бір ұғым, бірақ бәрібір белгісіз ұғым. Өйткені мәдениеттен мәдениетке қарай, регионнан регионға қарай өзгеретін нәрсе. Спектр ұят деген, яғни және бір фундаменті цементтен, бетоннан құралмаған, яғни құмнан жасала салған бір нәрсе. Өйткені сәл тартсаң, не қылады? Құлап қалады. Мысал үшін, жаңағы жалаңаштық дейді, жалаңаштық ұят. Жалаңаштық қай жерден басталып, қай жерде бітеді, оны ешқайсымыз біле алмаймыз. Былай ма. Мысал үшін, жаңағы біздің мына отырысымыз да басқа бір мәдениеттер үшін жалаңаштық болып табылуы мүмкін. Яғни қолым көрініп кеткендігі үшін. Мысал үшін жаңағы араб елдерінде еркектердің де мына шорт киюлеріне болмайды, өйткені ол жалаңаштық болып табылады. Тыйым салынады. Тыйым салынады. Жалаңаштық болғандығы үшін тыйым салынады. Жалаңаштық деп түсінгендігі үшін тыйым салынады. Және біз бәріміз барлық жерімізді не қылатын болса, жауып алатын болсақ, онда барлық проблемамыз шешіледі ме? Расында да жаңа қоғамда зорлық-зомбылық азаяды ма? Жыныстық зорлық азаяды ма? Мысалы үшін бұл сұрақты қоюымыз керек. Мен Түркияда 10 жыл тұрған адаммын. Сонымен қатар 1 жыл еще мұғалім болдым университетте. 11 жыл тұрған адаммын. Түркияның ең консерватив қаласы Газиантепте тұрдым 1 жыл. Мына нәрсені көрдім. Түркия қоғамы білесіздер, жаңағы әйелдердің бастары жабық, көбінесе деген сияқты. Діни бір недері бар, маңызды бір институт, дін Түркияда. Бірақ сол Түркияда әлемдегі ең көп жыныстық зорлық болатын жер Түркия. Сол елдердің бірі
түркия консервативті, патриархалды, иә сен қаншалықты жақсы діни иә қала. бірақ сен қаншалықты жаңағы тұмшаласаң да жапсаң да жалаңаш деген нәрсені Алшақтасаң да одан. иә алшақтасаң да сен бұл жаңағы зорлық зомбылықтан, жыныстық зорлық зомбылықтан құтыла алмайсың. Олай болатын болса, жыныстық зорлық зомбылығымыздың себебі адамның тыжалаңаш немесе киінген болуы емес. Жыныстық зорлық зомбылық жасаушы адамның тәрбиесіздігінде. Проблема сол жерде. Егер ол адам басқа біреудің құқығын мойындайтын болып тәрбиеленген болса, басқа біреудің жаңағы киіну құқығын, басқа біреудің секси болу немесе болмау құқығын мойындайтын болып өскен болса, тәрбиеленген болса, ол басқа адамға бір жыныстық шабуыл жасамайды. Жоқ, оның орнына жаңағы былай үйретілетін болса, жаңағы әйелдер мини юбка киді, олай болатын болса, ол сенен бір нәрсе қалайды деп үйретілетін болса, өзі тілеп жүр. Біздің қоғамымызда расында солай үйретіледі, яғни көптеп айтылады. Мына әсіресе есіңізде болар, жасөспірім кезімізде үлкен ағаларымыздан мысалы үшін еститін нәрселеріміз сол еді. Неғып мини юбка киді, өйткені ол значит сенен бір нәрсе күтеді. Олай болатын болса, сен оны қанағаттандыру керексің, және тағы да басқа деген сияқты ойларменен өсіп жетілген кезде, ол кезде сіз жабықсыз ба, ашықсыз ба, маңызды емес. Өйткені сіз уже мынау орысшалап айтқан кезде извращенецке айналасыз, жыныстық бір психоз мәселесі туындайды, және сіз қарамайсыз ол нәрсеге. Ойлайсыз, жаңағы әйелдердің бәрі сізді қанағаттандыру тиіс бір ет бөлшегі ретінде. Құрал, жаңағы біз айтқандай тек қолдану үшін. Иә, инструмент ретінде қарай бастайсыз. Нәтижеде сондықтан да бұл неде жаңағы кешіңіз тақырыптан сәл ауытқып кеттім. Жаңағы секс мәселесіне келетін болсақ, секс мәселесі бізде табу, өте үлкен табу. Жаңағы табу деген тыйым салынған нәрсе, айтылуға тыйым салынған нәрсе. Айта алмаймыз, ата-аналарымызбенен бұл жайында ашық түрде сөйлесе алмаймыз. Негізінде баланың алғашқы жаңағы жыныстық білімі ата-анасынан алу тиіс. Яғни сол 3 жастынан алғашқы жаңағы бізде ойлаймыз, жыныстық білімді біз жасөспірім келген кезде аламыз деп. Жоқ, мамандар айтады, алғаш туылған кезден басталады дейді жыныстық тәлім тәрбие. Және мысалы үшін 3 жасар баламызға мынаны үйретуіміз керек. Мынау трусыдың ішіндегі барлық нәрсе бұл сенікі. Оны ешкім ұстай алмайды. Оған ешкім қол сұға алмайды. Сондықтан да егер біреу ұстайтын болса, сен маған айт деп, бұл нәрсені дәл сол кезден үйретуіміз керек. Әрине бұл жаңағы жас илгерлеген сайын жыныстық тәлім тәрбие ары қарата дами түседі. Өкінішке орай біз бұл нәрсені әрі қоғам ретінде білмейміз, бұны үйрету керек екендігімізді. Және білсек те ұят болады деп ойлағандығымыз үшін бала шағамыз жыныстық тәлім тәрбиені сіз айтқандай сырттан алады, интернеттен алады. Бұлардың ең жаманы порнографиядан алады, және тағы да басқа. Сондықтан да балаларымызбен, жақындарымызбен сөйлесе үйрену керекпіз. Контакт тауып. Ол жерде де мынандай мәселе бар да, сөйлесе алуың үшін сен ата-ана болу роліңнен алыстауың керексің. Ол жерде дос роль өте маңызды. Яғни дос бола алу. Балаңмен ата-ана роль дегеніміз не? Ол басқарушы роль, Ол жерде уже бұл әсіресе жыныстық мәселелерді сөйлескен кезде сен ата-ана роліменен сөйлесе алмайсың. Ол бала сені тыңдамауы да мүмкін. Тыңдаса да, сенің мысалы үшін қате білімің болатын болса бұл жайында, соны дұрыс деп ұғынып қалуы мүмкін. Олай болатын болса не болу керек? Дос болу керек. Дос болу дегеніміз баланың да пікірін ойлау қабілетін мойындау, онымен сөйлесе отырып тіл табысу, және тағы да басқа. Сондықтан да
әсіресе яғни жыныстық мәселелерде және тағы да басқа жалпы өмірменен болған мәселеде ата-ана рөлі емес, дос болу рөлі маңызды. Біз қаншалықты балаларымызбен доспыз? Иә. Соны сұрауымыз керек деп ойлаймын, ата-ана ретінде. Тағы бір сұрағым сізге. Мен мынандай бір парадокс байқадым. Біз негізі қазақтар аяуды жақсы көреміз. Аяуды? Иә, біреуді аяуды, біреу бір қиын жағдайға ұшыраса. Бірақ соның өзінде мен медиа әлеміне қарайтын болсам, жұлдыздарға қарайтын болсам, бір қателік жіберсе, кешірім сұрау деген жоқ бізде. Медиа алаңға шығып, мысалы үшін, көптеген әншілеріміз бір заңды бұзады, бір нәрсе істейді, барлығымыз оның бұрыс екенін білеміз. Олай істеу болмайды деген ұғым барлығымызда бар. Соның өзінде бұл кісілер ешқашан шығып халық алдында жүрген кісілер болғасын, кешірім сұрай алмайды. Не деген парадокс бұл? Өйткені біздің халық кешірім сұраса кешіреді. Тіпті тез аяйды, тез кешіріп кетеді. Бір үлкен зомбылық болса да кешіре салатын халық сияқтымыз. Соның өзінде біз өзіміз кешірім сұрай алмаймыз. Бұл неліктен деп ойлайсыз? Сол мағанағы екеміз айтқан жаңағы наглость второе счастье деген мәселе кіреді мен ойымша. Өйткені жаңағы кешірім сұраған кезіңде сен жаңағы бұл қателігіңді мойындаған болып табыласың және әлсіз екендігіңді көрсеткен боласың. Сондықтан да жаңағы бізде жылау да не проблема. Жылауға да болмайды. Ол да әлсіздік. Әлсіздік болып табылады. Жылауға да болмайды. Тек қана жаңағы қатаң түрде неғылу керексің. Осыдан мысалы үшін 4 жыл бұрын інім қайтыс болды авариядан. Мен үшін бұл өте үлкен соққы еді. Және жаназа кездің өзінде қараңыз, жаназасында жылап тұрсам, келіп маған ұрсып кеткен адамдар болды. Не ағып жылайсың сен, болды деп. Солардың бірі молда еді мысалы үшін. Яғни бір жылауыңа тіпті ұқсат бермейтін бір қоғам. Иә, көбіміз айтамыз жаңағы, оның себебі жаңағы көп жыласаң ауырып қаласың деп. Окей, ауырайын, бірақ мен ауырайын. Яғни жыламасаң да ауырасың өйткені. Әрине. Оны ішіңе салған сайын да ауырасың. Ұстаған сайын. Иә, ұстаған сайын да ауырасың. Сондықтан да бұл жаңағы нелеріміз жаңағы жыламау керексің, әлсіздігіңді көрсетпеу керексің жұрттыққа. Үнемі жаңағы идеал адам. Біздегі проблема сол ғой жаңағы, біз барлық нәрсені идеализировать етеміз да. Барлық нәрсені керемет болуы тиіс деп ойлаймыз. Бірақ керемет емеспіз, өмір сондай. Өмір бізге керемет емес екендігімізді үнемі көрсетеді. Жаңағы міндетті түрде қартаятыныңды, міндетті түрде бір жерлерде бір проблема шығатыныңды, қателесетініңді, және кейбір реулерді, кейбір адамдарды өкпелететініңді. Сондықтан да кешірім сұрай алу керек екендігін бір культке айналдыруымыз керек. Өз қателігіңді білу, өз қателігіңді жасамау, және білген кезде де содан сабақ алу, сонымен қатар, арқатта жалғастыру емес. Өкінішке орай, менен де ондай қателіктер өте көп кетеді. Мен де медиа зерттеуші болғандығым үшін, мысалы үшін медиада, Фейсбукта, мысалы үшін кейбір жазбаларым өте жаңағындай өкпелеткіш жазбалар болады. Өкпелетіп алам адамдарды неғылмай. Сөйтіп, әрине кейбір кезде мен кешірім сұрайым, кейбір кезде ол кісінің көңілін алуға тырысам, өкпелеткен адамына. Десек те, мынау қатал болмауға өзімізді баулуымыз керек сияқты. Вот мысалы жаңа менің медианы сынаған кезінде өте қатал сөздермен сынаудың орнына бәлкім бұны біраз жұмсартып айтуым керек шығар деген сияқты. Жүрекке жететіндей. Иә, соңғы кезде өзімде сондай бір ой жүр. Осыдан 3-4 күн бұрын бір жақсы көретін медиам порталымды қабақ қойдым. Ренжітіп алдым, иә. Содан бері қарата сондай бір ой жүр, бәлкім. Бірақ екінші жақтан да, оның жасап отырған нәрсесі өте үлкен қателік. Десек те, ол қателік егер не деп ойлайтын болса, жаңағы зорлық зомбылық деп ойлайтын болса, қателікті. Сен бұл қателікті сынаған күннің өзінде де зорлық зомбылықпен сынамау керексің. Зорлық зомбылық деген кезде, жаңағы қатал сөздермен емес,
я достым бұл саған жараспапты десең, соның өзі жетіп жатыр яғни. Өйткені сен жаңағы досыңа нені жарасатынын білесің ғой, ол да өзіне не жарасатынын білет. И ең жақын адамы немесе байсалды бір медиа сыншысы мынау саған жараспапты деген кезде оған онсыз да қатты тиеді деп ойлаймын. Сондай болуға енді ұмтылатын болдым. В общем, соңғы 3-4 күн менде жүрген, мен мазалап жүрген ой сол болды. Өте керемет тұжырымдама. Рахмет Молдияр. Қазіргі кезде рухани деген сөз, дін деген сөз өте жиі естілетін сөздер. Бірақ сізден сұрайыншы, руханият деген не? Руханият деген мағынаны, сөздің мағынасын түсіндіріп бере аласыз ба? Руханият мен үшін, Тимур мырза, бұл бөлісу. Бұл сүйіспеншілік. Бұл екеуі болмастан, егер ол руханият деген бір нәрсе сипаттайтын болсақ, ол руханият емес, тек қана қадауат болатын еді, яғни жек көрушілік. Бөлісу дегенімізде, яғни өмірді бөлісу. Бір-бірімізбенен күлімсіреуімізді бөлісу, жылы жүзімізді бөлісу, қайғымызды бөлісу, қуанышымызды бөлісу және тағы да басқа. Ал сүйіспеншілік ол бірде бар, бірде жоқ нәрсе, бірақ десек те, яғни бөлісуге міндеттіміз. Отбасы деген кезде де маған студенттерім сұрайды, ағай, отбасы жаңағы дегеніміз не? Мен айтам, отбасы дегеніміз, иә, бұл махаббат болу тиіс міндетті түрде. Сонымен қатар жаңағы отбасы дегеніміз бұл стабильный сексуалдық өмір. Бірақ бәрінен де бұрын отбасы дегеніміз бұл бөлісу, яғни шейринг. Бір нәрсені, барлық нәрсені бөлісу. Үйдің жұмысынан баста да, яғни ең мелочь нәрсе, жаңағы ыдыс табақ жууға дейін бөлісу. Бұл үйдің жаңағы жағдайын жақсарту үшін де бөлісу. Қайғыңды бөлісу, қуанышыңды бөлісу және тағы да басқа. Өйткені махаббат бәлкім жылдар өткен сайын азаюы мүмкін, немесе махаббат жаңағы егер балаң туған болса, балаңа қарай ауысуы мүмкін, немерең туса, немереңе қарай ауысуы мүмкін. Жыныстық өміріңде белгілі бір жасқа дейін, белгілі бір жастан кейін тіпті жоқ болуы мүмкін. Ал бірақ вот бөлісу ешқашан кетпейтін нәрсе, кетпеуі тиіс деп ойлаймын. Яғни жойылмауы тиіс. И бұл қоғамдық өмірде де жаңағы рухани қоғамдық өмірде де біздің руханиятымыз сол бөлісуменен қалыптасуы тиіс деп ойлаймын. Әйтпесем жаңағы руханият, ата бабамыз былай деп айтыпты, бір философ былай деп айтыпты емес. Маңызды болған нәрсе, бұл айтқан философтардың, ата бабаларымыздың айтқан сөздерінің ішіндегі бұл жаңағы сүйіспеншілікті бөлісу. Әйтпесем, айтты деп жүре береміз. Бөлісе алмасаң, ол айтқан не пайдасы бар? Рахмет Молдияр мырза. Керемет. Ойыңыз өте терең, және де бүгін біздің көрерменімізге жеткізген үшін рахмет. Осы ойларыңызды. Сіздерге рахмет. Бізбен бірге осы экранның арғы бетінде отырсаңыз да пікір таластырып отырғаныңызға сенімдімін. Сондықтан да пікірлеріңіз болса жаза кетіңіздер. Бұл шыны керек бағдарламасы. Бүгінгі менің қонағым болған профессор Молдияр Ергебеков. Рахмет сізге. Рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.